Астана Протим командасының мүшесі Андреа Гуардини Тур Дубай 2015 шарысының нақты кезеңде мәреге 5-ші болып келді. 128 шақырымға созылған 4-ші кезеңінің қорытындысы бойынша Ethics Quick Step командасындағы британиялық Марк Кавендиш бәйгенің алдын бермей, көпкүндік сайыстың жалпы есебінде жеңіске жетті. Одан 6 секундқа кеш келген Giant Alpecin командасынан неміс Джон Дегенколь 2-ші орынды еншіледі. Ал 10 секундқа артта қалған Movistar командасынан шабандозы Хуан Хосе Лабата үздік үштікке ілікті. Көпкүндік жарысының жалпы есебі бойынша қазақстандық велоспортшылар арасында ең жоғарғы көрсеткіш Алексей Луценкоға тиесілі. Оның өзі 35-ші сатыда тұр. Тур де Франс додасының жеңімпазы Винченцо Нибали бұл жолы 38-ші орыннан көрінді. Команда өте мықты көмектесті. Жігіттер жақсы жұмыс істеді. Қатты қобалжығанымды мойындаймын. Жеңіске жетпесем де өз нәтижеме көңілім толады. Бәрінен де маған Руслан Тілеубаев пен Алексей Луценко жақсы көмектесті. Алдымызда Катардағы бәйге бар. Біз жеңіске жетуге тас түйін дайынбыз.